Адамның ниетінен туғанның бәрі өзіне оралады. Адам көбіне айналасына ішіндегі құмарлық пен жек көрушілігін таратады. Сосын қорғаныш керегін сезеді. Қорқыныш пен алаңдау бой көтереді. Не ексең, соны орасың. Болды да шықты. Алайда басқасын беруге болады. Махаббат, нәзіктік, қамқорлық, көңіл бөлу. Не алғанымызға өзіміз жауапты екенбіз. Адам не берсе, соны алады. Ғаламның бұл заңдылығының ұлылығы да осында. Осыдан әр адамға кеңес етіледі. Неғұрлым шуақты сезімдерді таратыңыз, сонда сізге де ғалам солай жауап қатады. Әркім не ойласа, соны өзіне тартады. Неғұрлым жақсы ой ойласаңыз, өз өміріңізге соғұрлым көбірек жақсылық пен махаббат тартасыз. Жамандықты ойлаған адам ең алдымен өзін бүлдіреді. Егер адам біреу туралы кектеніп, жек көріп ойласа, онда жанындағы тәңірлік өмірсүйгіштікті бүлдіреді. Мұндай адамның жан дерті үдеп, қайғысы молаяды. Ол кектен жараланған жанымен ақылдан адасады. Жер бетіне не мақсатпен келгенін ұмытады. Уайым кешкен жан жек көргісі келмейді. Ол сүйгісі келеді. Елге пайдалы болғысы келеді. Салдардың себебі бар. Әр себеп адамның өзінен шығады. Қармалық тәуелділік осыдан кеп шығады. Бәрінің айтпағы бір нәрсе. Сен қалай етсең, саған солай жауап қатады. Не ексең, не бердің сол. Шынында не берсек, соны қайтып аламыз. Біреуді тонасақ, өмір бізді тонайды. Өтірік айтсақ, өмір айналамыздағы адамдар мен бізге соны жасайды. Жаман сөз айтсақ, сол сөз иесін табады. Жанына жара салып, сосын ажал құштырады. Міндетті түрде өліп кету емес, сол сөз сүйектен өтіп кету де мүмкін. Мұндай адамның жаны кінәсінен, өкінішінен бірте-бірте өше береді. Ақырында ол даму жолынан адасады. Ажалға құшақ ашады. Өтірік айтып, өзгені басқарғысы келсе, бумеранг әдісі жүзеге асады. Өтірігі өзін табады. Қаттырақ бүлдіреді. Жазадан құтылу үшін өзгеге жала жапқан адам бір сәттік жеңіске жетер. Алайда артынша өмір сабақтары басына келеді. Кінәсін мойындау, ұяты маза таптырмай, кінәліні ғаламның заңдылығын бұзғаны үшін сол күнәсін мойындауға жеткізеді. Қолда бар еселейді. Дымы жоқ жұтай береді. Қолда не бар болса, соны еселейсің. Жоқ нәрсені еселей алмайсың. Басқаша түсіндірсек, байлар байи береді, кедейлер кедейлене береді. Баламасын былай түсіндірсе болады. Егер сатып кетсеңіз, сізді де сатып кетеді. Егер сатып кетпесеңіз, сізді де сатып кету айналып өтеді. Өзіңіз тап болатын өмірлік оқиғалардың авторы өзіңіз екенін мойындап үйреніңіз. Ет жақындарына тым секемшіл әрі қазымыр келетін адамдарға жеке басындағы сәтсіздіктің бәрін сыртқы жағдайларға сүйей салу ыңғайлы. Айналасындағы адамдарды оларға әділетсіз болды. Дер кезінде көңіл бөлмеді, назар аудармаған болып шығады. Айналасындағы адамдарды тым секемшіл, қатты, бейқам әрі басқа да мақтауға келмес қасиеттерді көрсеткені үшін өзі кінәлі екенін түсіну қиынға соғады.
Міне сондықтан махаббатты қалайтын, бірақ сол шынайы мөлдір махаббаттан барынша қорғанып өтетін адам сезімсіз өмір сүреді. Оған ешкім назар аудармайды, қамқор болмайды, махаббатын арнамайды. Себебі айналасындағы адамдардың оған қатал болуын өзі тудырады. Оларға ең үлкен көмек өзгенің оларға көрсеткен сезімінің авторы өзі екенін түсіндіру. Өмірлік оқиғалардың авторы өзім ғана дегенді түсінгенде адамның өмірі түбегейлі өзгеру ықтимал. Өзіңіз маңдай теріңізді сіңірмеген үйден қуаныш таппайсыз. Егер адам өз күш қуатын жұмсап, өзі тұратын үйге еңбектенбесе, өзінің менін сіңірмесе, тілек, ниет, сезімінің, жанының бір бөлшегін сол үйге арнамаса, ол үйден еш қуаныш таппас. Егер біреу сізді айыптаса, кемсітіп тілдесе, ол адамға алғыс айтыңыз. Біреу айғайласа, кемсітсе, айыптаса, ашуланса, жәбірлесе, соны істеген адамға алғыс айтатын күш табыңыз. Олар сізге үлкен сабақ беріп тұр. Қандай сабақ? Оны өзіңіз ойлаңыз. Салдарсыз себеп жоқ. Жер бетінде әділдік заңдылығы бар. Адамдардың әділетсіз әрекеті үйлесімді, әлімдік, тәртіпті, тепе-теңдікті білдіреді. Бәрін қалпына келтіру үшін бүлдірген адам соның салдарын өзі сезінуі тиіс. Ғаламның жіберген жазасын арқалай жүріп, адам заңдылықтарды орындауды үйренеді. Егер адамның әрекеті өзгеге қайғы арқалатса, ертең өзі де қайғы арқалайды. Ұқсас ұқсасты тартады, ұқсасты тудырады. Жаныңызда тек тыныштық пен үйлесімді ойлап, ойыңызды тек жағымды дүниемен толтырсаңыз, сіз өзіңізге жағымды құбылыстармен өзіңіз сияқты ойлайтын адамдарды тартасыз. Егер ренжіп, айыптасақ, айналамыздағы адамдарды жақтырмасақ, онда біздің өмір қара түнекке айналады. Яғни, айналаңызда ойы мен ниеті тура сіздікіндей аумайтын адамдар жиналғаны. Осыдан әр нәрсенің салдары себептен басталады. Әр құбылыстың ішінде негізі бар деген мағынаға тоқталамыз. Әдетте біздер өзімізге ұқсайтын сұхбаттастарды тауып аламыз. Бізден аумайтын, не өзіміз мақтан тұтатын, рахаттанатын, мінезімізді толықтырып тұратын адамдармен тіл табысу оңайға түседі. Кез келген оқиға ұжымдық шығармашылық. Адамның басына туған жағдай оның айналасындағы адамдармен ынтымақтастығын, бүкіл ғаламмен ортақтығын көрсетеді. Адам белгілі бір жағдайдың куәсі ғана емес, соның қатысушысы да болмақ. Кейде нақты, кейде сырттай. Егер адам сол жағдайға зейін қойса, онда бұл жағдайға түйсігі дайын болғаны, онда соны өзі жасағаны. Бумеранг эффекті және оның өмірде орын алуы. Біз не ойлап, айтып істесек те, ерекше бумеранг эффектіне ие. Егер біреуді сынасақ, ашулансақ, немесе кез келген өзге агрессияны көрсетсек, сонымен өзімізге де сол қалпында қайтып келеді. Алайда сол секілді махаббат та, қуаныш та, мақтау да және тағы басқа. Өзгеге сыйлай алатын көптеген позитив қайтып иесін табады. Сіз қаншалықты дайын болсаңыз, айналаңыздың дайындығы да соншалықты. Егер адам сіздің күнтізбеңізге енбей қалса, онда ол түйсікті
түрде сізбен жолығуға даяр болмағаны. Яғни, онда сіз де бұл кездесуге, оған көмектесуге даяр болмағаныңыз. Адамнан не шықса, бәрі өзіне оралады. Соның дәлелі мынау. Кері ойлап, жаман үйренген адам айна заңдылығына сай үнемі жағымсыз оқиғаларға тап бола береді. Өзгеден күту бұл өзіңнің күту дегенді білдіреді. Өзгеден жақсылық күту деген шын мәнінде өзіңнен жақсылық күту. Себебі адам өзгеге де өзіне жасайтын жасайды. Адамның жүріс-тұрысы жан дүниесінде болып жатқанның айнасы. Іс жүзінде солай болады. 100-90 жағдайда адамдардың әрекеті ішкі дүниесінен хабар береді. Біз өзгені өзімізге қарап сынаймыз. Шынында да өмірде кімді сынасақ, соған ұқсап кетеміз. Өзіңді өзгерту үшін өзіңді басы бүтін сезінуің керек. Өзіңді сырттай бақылауың қажет. Солай жасай алғанда санамыз біздің бүгінімізді өзі тудыратын байқаймыз. Біздің әрекетіміз өзгеге бере алған бақыттың шамасында көрініс табатын байқаймыз. Адам ерекше бір магнит, өзіне ұқсастарын тартады. Таңертең үйден шықпас бұрын бүкіл әлемге бақыт тілеңіз. Ойша тек жақсы, жан жақты, бақытты, бай қуатты, ақылды адамдармен жолығамын деп ойлаңыз. Сол кезде сондай адамдарға жолығасыз. Себебі өзіңіз магнит болған соң сондай адамдарды тарттыңыз. Өмірде ешбір кездейсоқтық болмайды. Бәрі түйсік түрінде заңдылыққа бағынады. Егер лайық болмасақ, ешкім бізге зиянын тигізе алмас. Егер сол залалды өткен өмірдегі әрекет және тілегімізбен тартып алмасақ,